Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше бір жолмен дайындалатын қарапайым заттардан жасалынатын түріктің етті бөрегін дайындайтын боламыз. Бұл бөректің сырты қытырлақ, іші жып-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Және достар, тіркелмеген болсаңыздар каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше алдын ала електен өткізілген ұнымызға тұз қосамыз және салқын су құйып, ең әуелі қасықпен, одан кейін қолымызбен араластыра отырып, сәл қаттылау қамыр илейтін боламыз. Бірінші ыдыста әрі қарай үстелдің үстінде шамамен 7-8 минуттай қолыммен жақсылап басып илеп алдым. Енді осы қамырымды қапшыққа салып, шамамен 15 минутқа қойып қоямын. 15 минуттан кейін қайтара басып аламын. Неке 15 минут өтті. Енді қайтадан бір басамын. Сонда қамырымыз біздің жылтырап әдемі болып тұрады. Және қайтадан қапшыққа шамамен 40 минутқа салып қоямын. Осы уақыт аралығында салмасын дайындаймын. Тартылған етке тартылған пияз және де жасыл жуа, тұз, бұрышын сеуіп жақсылап араластырамын. Салмамыз дайын. 40 минуттай уақыт өтті. Қамырымызды алып тағы да бір басып аламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жылтырап өте әдемі болып тұр қамырым. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөлетін боламын. Дәл осы біздің қамырдан 11 дана бөрек шығады. Барлығын 100 граммнан өлшеп алдым. Мінекей, енді қолымызбен осылай дөңгелектеп пішін беріп аламыз. Ары қарай ұн себе отырып оқтаулап жазып аламыз. Мінекей, алғашқы қамырымды жайып жатырмын. Қалған қамырларым кеуіп қалмас үшін бетін орамалмен жауып қойдым, немесе ыдыспен жауып қойсаңыз болады. Азғантай ұн себе отырып, сәл дөңгелектеп осындай көлем беріп аламыз. Тағы да екінші қамырымызды жаямыз. Дәл осылай мен 4 қамырды жайып аламын. Содан кейін 4 қамырдың арасына крахмал себе отырып бірге жаятын боламын. Бастапқыда ұнмен оқтаулау арқылы осындай кішіректеу пішін беріп аламыз. Ары қарай крахмал себе отырып, әрбірінің арасына 4 қамырды бірдей жаятын боламыз. Крахмал сепкеннен кейін біздің қамырымыз өте тез жайылады және де арасы жабыспайды. Неке қарап тұрсаңыздар, мен 4 қамырды бірдей жайып жатырмын. Бірақ қамырларыңыз үлкейген сайын арасы жабысып қалмағанына көздеріңізді жеткізіп, тексеріп отқандарыңыз дұрыс болады. Жаңағы крахмал жетпей жатса, тағы да сеуіп жіберіп, неке дәл осылай өте тез жайылады крахмал мен қамыр. Неке әрбірінің арасын ашып, крахмал жағып жатырмын, себебі қамырымыз үлкейген сайын крахмалы кетіп, біздің қамырларымыз жабысып қалуы мүмкін. Және достар, крахмалды да аса қатты көп сеуіп жібермеңіздер. Крахмалы көп болып кетсе де біздің қамырымыз қатты болып қалатын болады. Барлығын жазып болған соң крахмалын қолмен сілкіп жіберсеңіздер де болады. Жаңа бастапқыда сәл кішірек пішін бергенше арасына ұн себе отырып жазып алдым. Кішірек оқтаумен, енді үлкенірек оқтаумен осылай арасына крахмал қосып, жып-жұқа етіп 4 қамырды бірдей жайып алдым. Енді осы әрбір жайылған қамырдың үстіне ерітілген сары май жағып шығамын. Сары май өте қатты ыстық болмау керек. Барлық жеріне сары май жағып, ішіне салмасын салып шығамын. Жаңағы етті салмадан толтырмай осылай дәл видеодағыдай әрбір жеріне салып шықсаңыз болады. Әрі қарай рулет секілді ораймыз қамырымызды және де ұлу секілді ішке қарай кіргізіп осылай пішін беріп аламыз. Тағы да келесі қамырларымызды дәл солай әрбірінің бетіне сары май жағамыз. Ортасына салмамызды саламыз. Барлық жеріне салмамызды жақсылап жайып салып болған соң рулет секілді ораймыз, ары қарай ұлу секілді орап, жинап, осындай пішін беріп аламыз. Барлық қамырды осылай жасап шығамыз. Енді әрбір дайын болған бөректеріміздің үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығатын боламыз.
қаласаңыз ақ не қара күнжіт сеуіп шығыңыз. Осы уақыт аралығында пешімізді қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста бөректеріңіз қызарғанша 40-45 минуттай пісіріп алыңыз. Осымен біздің өте дәмді қытырлақ әрі ерекше жолмен дайындалатын түріктің етті бөректері дайын. Видеода көргендеріңіздей қарапайым заттармен дайындалады және жасау жолды өте оңай. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Және достар, қазақша контентті қолдап тіркелмеген болсаңыздар каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.